Құрметті көрермен, біз бүгін барлығымыз үшін маңызды, өзекті және ахуалды тақырып туралы сөз қозғамақпыз. Бұл тұрмыстық қалдықтарды азайту және қайта өңдеу жолдары. Қоршаған ортаны қорғау тек экологтар мен мемлекеттік мекемелердің жұмысы ғана емес. Біз тұрмыста қолданатын әрбір зат табиғат ресурстарының нәтижесінде пайда болатынын және оларды дұрыс пайдаланбасақ, жер бетінің экологиялық ахуалы нашарлай түсетінін ұмытпауымыз керек. Статистикаға көз жүгірсек, жыл сайын әлем бойынша 2 миллиард тоннадан астам тұрмыстық қатты қалдық шығарылады. Оның 33% ғана ресми түрде қайта өңделеді немесе кәдеге жаратылады. Қалғаны полигондарға, кейде заңсыз қоқыс орындарына тасталады екен. Сортировкой мусора, к сожалению, не занимаемся, потому что наши контейнеры во дворе не предназначены для раздельного сбора мусора. У нас есть контейнеры только для микса, получается. Жоқ, жасамаймыз. Не себепті? Оны қайда саламыз? Білмейсіз, ақпарат жоқ. Иә. Қазақстанда жыл сайын 5 миллион тоннадан астам тұрмыстық қатты қалдық пайда болады. Оның тек 20% ғана қайта өңделеді немесе қайталама шикізат ретінде қолданылады. Бұл дегеніміз қалған 80% еліміздегі полигондарға кетеді. Ал олардың саны бүгінде 3000-нан асып жығылады. Осы полигондардың 80% экологиялық талаптарға сәйкес келмейді екен. Тұрмыстық қалдықтардың негізгі бөлігін пластик, қағаз, шыны, органикалық қалдықтар, металл және қауіпті қалдықтар құрайды. Олардың көпшілігі шірімейді немесе өте ұзақ уақыт ішінде ыдырайды. Мәселен, пластик бөтелке табиғатта 450 жыл, алюминий банка 200 жыл, шыны бөтелке 1000 жыл бойы шірімей жатады. Мұның барлығы топырақтың, судың және ауаның ластануына әкеледі. Сондықтан тұрмыстық қалдықтарды азайту және қайта өңдеу мәселесі әрқайсымыздың назарымызда болуы тиіс. Ал енді тұрмыстық қалдықтарды азайту жолдарына тоқталайық. Бірінші қадам саналы тұтыну, яғни қажетсіз заттарды сатып алмау, артық өнім алудан бас тарту, дүкенге барғанда экологиялық қаптамалар мен қайта қолдануға болатын дорбаларды пайдалану. Бір реттік пластик пакеттерден бас тартып, мата сөмкелерді қолдану керек. Мысалы, Еуропа елдерінде пластик пакетке салық салынған. Германияда полиэтилен пакет үшін 20 цент төлеу міндеттеледі. Бұл халықты эко сөмкелерге көшуге итермелейді. Екінші қадам қайта пайдалану немесе реус қағидасын ұстану. Киім, ыдыс-аяқ, жиһаз, кітап сынды заттарды ұзақ уақыт пайдалану немесе басқа адамға беру. Киімдерді қайырымдылық қорларына тапсыру, техникаларды жөндеп қайта қолдану. Осындай қарапайым әрекеттер арқылы қоқыс көлемін айтарлықтай азайтуға болады. Мысалы, Швецияда пайдаланған тұрмыстық техниканы жөндейтін арнайы шеберханалар бар. Бұл шеберханаларда ескі техникалар жөнделіп, қайта сатылымға шығарылады. Үшінші қадам қалдықтарды сұрыптау. Қоқысты көзге көрінбейтін жерге тастап кету оңай. Алайда оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы табиғатты қорғауға зор үлес қосуға болады. Қазақстанда Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды сынды қалаларда қалдықтарды сұрыптауға арналған арнайы контейнерлер қойылған. Оларға бөлек қағаз, пластик, металл, шыны салуға болады. Бұл қалдықтарды кейін қайта өңдеп, жаңа өнімге айналуға мүмкіндік береді. Мысалы, 1 тонна пластик қалдығын қайта өңдеу арқылы 800 литр мұнай үнемдеуге болады екен. Төртінші қадам органикалық қалдықтарды компост жасау арқылы өңдеу. Бұл әдіс ауылдық жерлерде жиі кездеседі, бірақ қала тұрғындар үшін де тиімді. Үйдегі тамақ қалдықтары, шіріген жеміс-жидектер мен көкөністер, шай мен кофе сүзбелері, жұмыртқа қабықтары топырақ үшін тыңайтқыш бола алады. Мысалы, Германия мен Жапонияда тұрғын үйлерде компост жасау үшін арнайы контейнерлер қойылады екен. Қоқысты сұрыптау тұрмыстық қалдықтарды басқарудың маңызды әрі қарапайым тәсілі. Ол табиғатты қорғап қана қоймай, қайта өңдеу процесін жеңілдетеді. Қоқысты дұрыс сұрыптау үшін мынадай рет-ретімен жасалатын қадамдарды ұстану қажет.
Алдымен қалдықтарды негізгі санаттарға бөліп алыңыз. Қағаз және картон, газеттер, кітаптар, қағаз пакеттер, қораптар ластанбаған құрғақ күйде болуы шарт. Пластик, бөтелкелер, сүт немесе шырын ыдыстары, пластикалық пакеттер. Пластик түрін белгілерінен қарап анықтап, тиісті контейнерге салыңыз. Шыны, бөтелкелер, банкалар, жуып, қақпақтарын шешіп салу керек. Металл, консерва банкалары, алюминий құтылар босатып, шайып қойған дұрыс. Органикалық қалдықтар, тамақ қалдықтары, жеміс-жидектердің қабықтары, шай қалдығы. Бұлар компост жасауға жарамды. Қауіпті қалдықтар, батарейкалар, лампалар, электрондық құралдар. Бұларды арнайы қабылдау пункттеріне өткізу керек. Контейнерлерді дайындау. Үйде әр түрге жеке қоқыс жәшіктері немесе сөмкелер орнатыңыз. Әр қайсысының сыртына қағаз, пластик, шыны деп жазып қойыңыз. Сұрыптау оңайырақ болады. Қалдықтарды тазалау. Қайта өңдеуге арналған қалдықтарды міндетті түрде шайып, құрғатып салған жөн. Бұл жағымсыз иістердің алдын алады және қайта өңдеу процесін жеңілдетеді. Жинау орындарын анықтау. Өзіңіз тұратын аудан мен қаладағы сұрыпталған қалдықтарды қабылдайтын арнайы орындарды біліп алыңыз. Көбіне супермаркеттерде, мектептерде немесе арнайы пункттерде макулатура, пластик және әйнек қабылдау жүргізіледі. Шетелдік тәжірибеге тоқталсақ, Германияда қайта өңдеу зауыттары мен сұрыптау станциялары жоғары технологиялармен жабдықталған. Онда қалдықтардың 70%-нан астамы қайта өңдеуге жіберіледі. Швецияда тұрмыстық қалдықтардың 99%-ын қайта өңдеп немесе энергия көзі ретінде пайдаланады. Жапонияда қалдықтарды сұрыптау бойынша қатаң ереже бар. Кейбір аймақтарда қоқыстың 15 түрлі санаты бар және әр түрі белгілі күндерде жиналады. Оңтүстік Кореяда тұрмыстық қалдықтар үшін төлем жүйесі енгізілген. Әрбір тұрғын өзі тастаған қоқыс көлеміне байланысты ақы төлейді. Бұл жүйе қоқыс көлемін 30%-ға қысқартты.